Алғашқы факт-чекерлер әйелдер болғанын білесіз бе? Шын мәнінде факт-чекинг ақш-та пайда болды. 1923 жылы Time журналы ақпаратты жарияламас бұрын арнайы тексеретін бөлім ашты. Бұл бөлімде кімдер жұмыс істеді дейсіз бе? Әйелдер. Өйткені ол кезде журналистикада ер адамдар басым болды. Ал факт-чекинг әйелдер үшін медиа саласына кірудің ең қолжетімді жолы еді. Факт-чекер әйелдер күндіз кітапханаларда дерек іздеп, энциклопедиялар мен анықтамаларды тексерді. Ал түнде типографияда отырып мәтіндегі әр санды, әр есімді, әр дәйек сөзді қайта қарады. Кейде түнгі 3-4-ке дейін жұмыста отыруға тура келетін. Ал уақытының біразы Нью-Йорк көпшілік кітапханасының анықтама бюросында өтетін. Қате кетсе жауапкершілік мақаланы жазған авторға емес, факт-чекерге жүктелетін. Time апта сайын жіберген қателіктердің тізімін жасайды екен. Бұл онсыз да ер адамдардан аз айлық алатын әйелдердің табысының одан да бетер азаюына алып келген. Факт-чекинг ұзақ уақыт бойы әйелдердің жұмысы болып саналды. 1971 жылы Newsweek журналының редакциясында жұмыс істейтін әйелдер осы әділетсіздікке қарсы ресми шағым түсірді. Себебі ер адамдар репортер, автор, редактор бола алатын, ал әйелдерге тек факт-чекинг мен зерттеу жұмыстары ғана берілетін. Шағымнан кейін редакция құрылымы өзгерді. Факт-чекер лауазымы репортер, зерттеуші деп қайта аталып, бұл қызметке ерлер мен әйелдер тең қабылдана бастады. Қазіргі таңда факт-чекинг саясаткерлердің сөздерін, әлеуметтік желідегі фейктерді, бұқаралық ақпарат құралдарындағы манипуляцияларды тексеретін заманауи форматқа айналды. Сіз факт-чек KZ-ді оқисыз ба?